Қадірменді студия қонақтары, түскі уақыт хабарына шақырғандықтан сіздер түскі шайдан ала отырыңыздар, ал мен бағдарламамды бастайын. Армысыз, қадірменді көрермен. Түскі уақыт тікелей эфирінде келелі мәселелерді қозғайтын боламыз. Шымкент қаласы әкімдігінің баспасөз қызметінің хабарлауынша, Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының басшысы Бақытжан Пазилов пен білім басқармасының басшысы Жанат Тажиеваның қатысуымен ақпараттық орталықта балаларға салынатын вакцинация туралы брифинг өтті. Қаланың бас дәрігері Шымкентте эпидемиологиялық жағдайдың тұрақталығын атап өтті. Бүгінде 1334 азамат стационарда ем қабылдауда, төсек орны толымдылығы 45%-ды құрайды. 1366 төсек орны бос тұр, ал қала бойынша бүгінде бірінші компоненттен 443.287 адамға, екінші компоненттен 375.000 адамға вакцинациялау жасалды. Бүгінде қаладағы 203 мектепте 233.000-нан аса оқушы оқиды. Барлық білім беру мекемелерінде санитарлық талап қатаң сақталған. Денсаулық сақтау басқармасының басшысының айтуынша, елімізде коронавирусқа қарсы салынып жатқан вакцинаның барлығы 18 жастан асқандарға арналған. Көпшілік арасында балаларға вакцина салынады екен деген қауесетте халықты үрейлендіріп жатыр. Осы мәселе бойынша түскі уақытқа студиямызға қонақтар шақырған болатынбыз. Олай болса мен студия қонақтарымен таныстырып өтейін. Біздің бүгінгі студиямызда қонақта Жанар Жорағызы, Зоя Космодемская атындағы номері 23 мектеп лицейінің директоры, және Айгүл Тұрымбетова, Шымкент қаласының санитарлық эпидемиологиялық бақылау департамент басшысының орынбасары, Нұрсұлу Бижанова, номері 83 жалпы орта мектеп білім беретін мектептің қазақ тіл және әдебиет пәнінің мұғалімі, және Айна Ибрагимова ата-ана. Қош келдіңіздер. Көрермендердің есіне сала кетейік, біздің бүгінгі хабарымыз тікелей эфирде жүріп жатқандықтан 539472 телефонына хабарласып, өзіңіздің сауалыңызды қойып, мамандардан жауап ала аласыз. Алғашқы сұрақты ата-ана сізден бастағым келіп отыр. Өйткені бүгінгі таңда баланың денсаулығы үлкен бір мәселе болып тұр. Құрметті ата-ана, алғашқы сұрақты сізден бастайым. Сізге балаңыздың денсаулығы маңызды ма, әлде білім сапасы маңызды ма? Негізі, бетіп келген кезде енді екеуі де маңызды ғой. Бірақ енді бала ауырып жатса, баланың денсаулығы басқа бір көпшіліктен ауру жұқтырып жатса, ол білімді ойлауға уже шамамызды келмей қалады. Сондықтан ең басты мәселе денсаулық болып тұр ғой. Сіз үшін онлайн оқыту тиімді ме, әлде мектепке барып оқыған тиімді ме? Онлайн оқыту тиімді емес. Офлайн оқыту бізге тиімді. Неліктен тиімді емес? Әлгінде денсаулық ойлаймын деп отырсыз. Денсаулық ойлайтын адам ойлайтын, о жағын ойлайсың ғой, бірақ ол біз мұғалімдер беретін білімді біз бере алмаймыз ешқалай. Көрдік қой, өттік одан. Ал енді мұғалімдер беретін білімді расында біз ата-ана бере алмаймыз. Бірақ мұғалімнің үлесі өте үлкен. Бірақ кейбір ата-аналар баласын мектепке жіберейін десе қорқатын дәрежеге жетіп отыр. Дәл қазіргі таңда осыдан 2 күн бұрын Жанат Тажиева мен Пазилов мырза брифинг өткізді арнайы. Өйткені көп балалы аналар сол әкімдіктің алдына барып, кішкене өздерінің наздарын білдірген болатын. Шынында да осы сауалға ол кісілер жауап берді ғой. Бірақ енді сізден сұрағым келіп отыр. Расымен де бізге осы вакцина келді ма? Қазақстанға. Қазақстан Республикасында қазір коронавирус инфекцияның COVID-19-ға қарсы 18 жастан жоғары берешектерге вакцина салып жатқан бәріміз білеміз. Ал Pfizer келеді деп жатыр. Pfizer вакцинасы әлі келген жоқ. Балаларға ол вакцина жасау туралы әлі басталған жоқ. Бүгінгі таңда өзіміздің Қазақстан Республиканың денсаулық сақтау министрлігінің міндеттелген егу тізбегі бар. Сол тізбектің негізінде грипп ауруына қарсы және туберкулез ауруына қарсы егулер басталады. Яғни осы егумен шатастырып отыр. Осы екі егумен біздегі халқымыз шатастырып, үрей туындап отқан болуы мүмкін. Ал енді туберкулезге қарсы және тұмауға қарсы жасалатын егулер, жылма-жыл жасалып жатқан егулер, денсаулық сақтау министрлігінің өзінің арнайы берген бекіткен құқықтық нормативтік актілерінің негізінде гриппке қарсы балалар 6 айдан бастап денсаулығының ақауы бар,
әлсіз, содан кейін мына жабық мекемелердің балалар, ересектерден 18-29 жас аралығындағылар, 65 жастан жоғарылар. Яғни мектепте тұмауға қарсы жыл сайын 1-ші сыныптан 10-ші сыныпқа дейін алады ма міндетті түрде? 11-ші сыныпқа дейін міндетті түрде жаңағы категорияға жататын балалар алады. Денсаулығында ақауы бар, жиі ауыратындар. Бұл да ата-ананың рұқсатымен? Әрине, ол нормативтік құқықтық актілердің негізінде біздің денсаулық сақтау жүйесі туралы кодекстің 77-ші бабына қарай әр азамат егуді алуға құқылы, бас тартуға да құқылы деп жазып қойған. Ал 18-ге толмаған балалардың не заңды өкілі болу керек, немесе ата-анасының рұқсатыменен егуді салуға болады. Pfizer туралы сонан соң сөйлесеміз. Қазір мен Жанар ханымға қоятын сауалым бар. Жанар ханым, білдей бір мектеп лицейін басқарып отырсыз. Қанша оқушы бар сіздің? Биылғы таңда 4553 оқушымыз бар. Қанша ауысымда оқиды? Аралық ауысымда, себебі қазір ауысым деген нақты түсінік жоқ. Ең бастысы балалардың денсаулығына қолайлы жағдайды ұйымдастыру. Олар кезең-кезеңіменен сабаққа кіреді. Негізінде 2 ауысымды мектеппіз. Былтыр онлайн түрде оқыдық, иә? Енді 100% демесек те 90% оқыған шығармыз. Сіздерде қалай болды жағдай? Дәл өзіміздің мектебіміздің тәжірибесіне былтырғы оқу жылының фактілерімен айтатын болсақ, біз былтырғы оқу жылында аралас форматта оқыдық. Ең бірінші қыркүйек кезінде барлығы, бірінші сыныптардан басқасының барлығы онлайнда болды да, тек бірінші сыныптарымыз офлайн мектепке келді. 2 аптадан кейін екінші сыныптарымыз қосылды. Екінші тоқсаннан бастап 5-ші сыныптарымыздан бастап қосылды. Ал одан кейін біз қаңтар айында министріміздің 527-ші бұйрығы шықты. Олқылықтарды жою топтарын жасақтап, ата-аналармен түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, біз бүкіл 1-мен 11-ші сынып оқушыларымыздың барлығын мектепке шақырып, кезең-кезеңімен кезекші сыныптарда 15 адамнан аспайтында етіп оқыттық. Ал оған дейін министрліктің бұйрығына сәйкес, санитарлық эпидемиологиялар талаптарға сәйкес 1-ші, 9-ші, 11-ші сыныптар мектепке осы 15 адамнан аспайтын кезекші сыныптарда оқытуы қамтылған болатын. Әрбір ата-ананың көкейінде 1-ші қыркүйек күні сауал тұрды. Әлгіндегідей фейк ақпарат. Ой, біз бала шағамызды апарсақ, бізге айтпай, жаңағы небір дыбыстық хабарламалар жүрді ғой. Бізге айтпай, балалардың бәріне вакцина салып тастайды екен, апаруға қорқамын деген ата-аналар болды ма сіздерге? Сондай хабарлар келді ме? Ондай ата-ана болған жоқ. Бұның барлығы ата-аналардың ақпараттық осы мәліметтерді қаншалықты сауатты түрдегі ақпарат көздерінен алып жатқанына байланысты деп ойлаймын. Себебі біздің мемлекетімізде 18 жастан бастап, ол барлық мемлекеттерде 18 жасқа толған азаматтарға ғана вакцина салынады деген нақты ұғым бар. Сонымен таныс емес азаматтар болуы мүмкін. Қорқыныштың шектен тыс асып, бізден сұрамай деген ұғым ол болуы мүмкін емес. Кез келген балаға қатысты мәселе ата-ананың өтінішінің негізінде жүргізіледі. Осы орайда көрерменге айта кетейік, 53-94-72 біздің байланыс телефонымыз. Егерде қояр сауалдарыңыз болса, бізге хабарласуға мүмкіндігіңіз бар. 83-ші мектептің мұғалім ретінде өзіңізден сұрайын. Ол шет жақта орналасқан мектеп, ол жақта сіздерде түрлі отбасылық жағдайдағы оқушылар оқиды. Былтырғы жағдай сіздерге қалай соқты? Қанша балаға компьютер бар, планшет бар, сондаймен қамтамасыз еттіңіздер? Үйге барып оқытылатын арнайы балалар бар. Аз қамтамасыз еткен отбасы өте көп сіздерде, меніңше. Бізде былтырғы оқу жылында 2381 оқушы болды. Бізде жаңағыдай Жанар ханым айтып кеткендей, кезең-кезеңмен жаңағыдай қосылып жатты. 1-ші, 4-ші, 9-ші, 11-ші сыныптар офлайн оқыды. Яғни мектепке келіп оқыды. Ол 1400 оқушыны құрады. Қалған 981 оқушымыз неге кетті? Онлайнға кетті. Енді сол кездегі жағдайды айтатын болсақ, әрине бұл пандемия бәрімізге де оңай тиген жоқ. Бұл жаңағыдай қашықтықтан сабақ беруге мұғалім де, мектепте бізде оншалықты дайын емес едік. Бірден жаңағындай білім платформаларын таңдау, балаларға қалай жүйелі білімді жеткіземіз, міне осы жаға кішкене бізге
алды жағында, бас жағында кішкене қиындау болғанмен, бірақ мұғалімдердің табандылығының арқасында, еңбекқорлығының арқасында одан да өттік деп ойлаймын. Сол кездерде біздің оқушыларға 505 компьютер, планшет жалпы мектебімізге берілді, оның 485-і таратылып берілді. Аз қамтамасыз етілген, көп балалы, тұл жетім, жартылай жетім отбасыларға осындай көмектер беріліп жатты. Үйде оқитын оқушыларымыз бар. Мысалы, 6 баласы бар отбасыға қанша планшет бердіңіздер мысал үшін? 6 баласы бар отбасыға. 6-ау да мектепте оқиды. 6-ау да мектепте оқыса, енді мүмкіндігінше 2-3-еуін қамтамасыз етуге тырыстық. Ата-ана да өз тарапынан жаңағы телефондарын балаларға беріп, енді барынша мүмкіндігінше жаңағындай жағдайдан шығуға тырыстық. Дәл осындай кезде ата-ана да бала да қиналды, иә? Ата-ана ретінде сізден сұрайын. Қиналдыңыз ғой, психологиялық тұрғыда, баланы оқытуда, төзім, сабыр деген нәрсе бар. Баланың да өзінің қиналған сәттері бар. Еске түсіре кетейік. Еске түсіргенде қазір осы эфирді қолданып, менде білмеймін кімге ол арнау керек, ол нені. Бізде интернет проблема болып жатыр. Интернет бұрында біз дұрыс емес дейтін едік. Қазір енді мүлдем дұрыс емес. Көшеге шығып, бала бар ма, мұғалім бар ма, бәрін қолында ноутбук, планшет, ол машина жүретін жол. Дұрыс па? Ол қауіпсіздік, баланың қауіпсіздігі. Ал сабақ істеу керек. Азанда мұғалім сұрайды, күнделік KZ бар. Күнделік KZ-ке мен сізге айтайын, кіру мүлдем мүмкін емес, мүлдем. А күнге мұғалімнен де сұрау бар, дұрыс па? Гарано сұрайды, басқа сұрайды. Күнделік KZ-ке қанша сен оқушың кірді? 0. Мен сізге айтайын. Соны білмеймін, кімге жолдау керек бұл сұрауды? Бәр жерде сондай ма? Тек қана яғни интернет желісімен сіз қазір айтып отырсыз ғой жаңағыдай планшет, не берілді деп ше? Қанша берілді сіздің отбасыңызда, қанша бала бар? Мен компьютер алдым. И тағы да бізге 30 мыңнан берілді ғой. Балаға не қылсын деп, баланың жағдайы киіндіру үшін деп. Енді киіндіру үшін ба? Біз сөйтіп ойладық жаңағы планшет. Қанша балаңыз бар? 7 бала. 7 балаға бір компьютер жетті ма сабақ оқуға? Жоқ, біз өзімізде жағдайын істедік. Бәріне планшет, жағанағыдай компьютеріміз бар, ноутбук бар, өзімізде де бар. Бірақ оның бәрі қолданусыз. Оның интернет жоқ. Оның сен мектеп қанша саған планшет берген күнде де сен оның бәрін қоса алмайсың ештеңеге. Ол кезде міне онлайн кезде біз ойлайтынбыз интернет жоқ деп. Ол кездерде бар екен. Қазір жоқ. Қазір мүлдем жоқ. Осыны ақпараттық құралдармен жұмыс істейтін мамандарға мүмкін біздің эфиріміз арқылы көріп отырған болар. Бұл мәселе жалғыз бізде ғана емес, барлық жерде де бар деп ойлаймын. Өйткені барлық үйде қанша бала бір мезетте сол Wi-Fi болсын, әлеуметтік желіге қосылады. Сондықтан да осында проблеман алдағы уақытта шешіледі деп ойлаймыз. Сол берілген планшеттер, ноутбуктар сіздерде де берілді, мектеп лицейде. Одан кейін оның бәрін биыл жиналып алынған шығар. Енді оның бәрі қандай іске жарап жатыр? Қайтарылып берілді ма құзырлы орындарға? Өзіміздің тапсыру актісі бойынша олар былтыр ата-аналарға қолына берген кезде де мемлекет мүліктің сақтық шараларын ескертіп берген болатынбыз. Енді ата-ана да бала да оны сабаққа пайдаланғаннан кейін міндетті түрде дәл сол күйінде біздің инженерлеріміз, информатика пәні мұғалімдері тексеріп алды. Белгіленген жауапты орынбасарым бар, 410 компьютер тараттық. Оның бәріне бізде SIM карта таратылып берілді, тегін интернетпен бір айға жететін уақытта. Ал кейбір бір отбасыда 2-3 бала болатын болса, ол интернеттің әр бала басына берілді. Сондықтан да қазіргі таңда офлайн оқуға көшкен кезде олардың бәрі біртіндеп мектепке қайтарылды, қайтарылмағаны жоқ. Жанар ханым, біз мектеп формасын міндеттеген жоқ бізге, бірақ классикалық үлгіде дейді. Сіздер де қазір классикалық үлгіде киінуге қанша оқушылардың дәрежесі жетіп жатыр ма? Енді бұл жерде классикалық үлгіде дегесі міндетті түрде бәрібір сол форманы алуға тура келеді. Дәл осы тұста мынау білім ғылым министрлігінің 26-шы бұйрығы бар. Заңда да бар, білім туралы заңда 15-ші бабында оқушылар мектеп формасын киюге міндетті деген. Сыртқы адамның пішіні, адамның ойын, психологиясын бір қалыпқа түсіріп, оның оқушы екенін есіне салып отырады. Ал енді бұл жерде
материалдық жағдайды пайдаланып, кейбір отбасылардың қыздары өзінің еркін формаларын киіп кетуге пайдаланбас үшін, бірізділікті, бірыңғайлықты қалыптастыру үшін, оқуға қолайлы атмосфера қалыптастыру үшін форманы ата-ана қолдаған дұрыс деп ойлаймын. Ата-ана балаға балам дұрыс, форма киюің дұрыс деп отырса, ешқандай да оқушы форманы артық әңгіме етпейді. Мен өзім базарлардың барлығын, мектеп формасын сатып жатқан дүкендердің барлығын араладым. Өзімде 6 бала шағам бар, оның 4-еуі мектеп жасында болды. Қыз балалары барлық базарларды аралағанда 2000 теңгеге юбка белдемшелерді, 2000 теңгеге жоғарғы жаңағы сырт хыбы дейді ғой, киім, көйлектерді, рубашкаларды, жейделерді алуға болады. Бұл жерде классикалық деген сөз жаңағы гүлді, қызыл жасыл емес, ақ болсын, төменгі жағы қара көк немесе қара түсті классикалық үлгідегі юбка белдемшелерді, балаларға классикалық шалбарларды киюге өте дұрыс деп санаймын. Ол форманы ешкім өзгерткен жоқ. Әлеуметтік желілерді байқасаңыздар, өзге облыстарда отбасылық төмен жағдай кісілерге киім формаларын таратып жатты. Оның біреуі үлкен, аяқ киімі үлкен, мынау ешкімге тура келмейді деген мәселелер көтеріп жатыр. Біздің облыста ондай мәселе жоқ секілді. Өйткені әр балаға 30 мыңнан ата-ананың таңдауына салып, өздері әперсін деген ойда болу керек. Бізге осындай нәрсе беріліп отыр. Сізге берілді ма 7 балаңызға биыл? 7 бала болғанда мен 3 балам оқиды. 3 балама берілді. 30 мыңға жеткілікті киімін ала алдыңыз ба? Ала алдым. Детский мирге бардым. Еще ол жерде акция болатты. Мен качественный жақсы киімдерді мен ала алдым. Үшеуінде киіндірдім. Толық киіндіруге мүмкіндік болды. Мүмкіндігім болды. Яғни бұл осы қанағаттандырады, иә? Мен үлкен рахмет айтамын. Бұрынғы басқа балдарымды, енді үлкен балдарым 24-те, 18-де ондай бізде жағдай болған жоқ. Өзің білесің, қаяқтан аласың, не аласың. Бұда енді Құдайға шүкір, осылай мемлекетіміз осындай көмек беріп жатқанына мен өте ризамын. Ал енді Айгүл ханым, әлгінде Pfizer туралы әңгіме қозғайық. Pfizer бізге келеді дейді түбінде. Солай ғой? Ол келсе, алдағы болжамдар қалай болып жатыр? Қанша жастан салынады деген әлі де ата-ананың көкейінде дәл осындай қорқыныш бар ғой? Қазіргі таңда ғылыми әлемде балаларға осы ковидке қарсы егуді жоспарлауда. Ол егу қазір зерделеу тексеру барысында, 3-ші деңгейде зерделеуде. Қай жастан салынатынын қазір айта алмаймыз біз. Ол вакцина келгеннен кейін нұсқамалар келеді. Нормативтік құқықтық актілер денсаулық сақтау министрлігі шығарады. Әбден тексеруден өтіп болғаннан кейін барып, оны жасауға нұсқау беріледі. Қазіргі таңда мектеп қабырғасында тек туберкулезге қарсы және гриппке қарсы вакцинаны жасап жатыр. Ал енді әлеуметтік желілерде қаптап жүрген суреттер бар, білесіз, мектептерде кіріп, жаңағы дезинфекция жасап жатқан суреттер тарап жатыр. Ол фейк ақпаратпен ата-аналарға басқаша қабылдауда болып жатыр. Қазір біздің режиссерлар ол суреттерді көрсетеді. Осы бір суреттерге байланысты білім ордасындасыздар ғой сіздер. Сіз шынында да сіздер мектептеріңізге келіп, дәл осындай нәрселер шашып, жасалып жатыр ма? Енді, мен жауап берейін ол сұраққа. Біздің Шымкент қаламызда ондай, кешегі брифингте басшымыз Жанат Арысбекқызының мәлімдеуінше ондай жағдай орын алған жоқ. Біздің мектебімізде де ондай жағдай орын алған жоқ. Жалпы ата-аналар қауымына айтарым, фейк ақпараттарды жасаумен шұғылданатын адамдар бар. Мүмкін сондай да болуы мүмкін, немесе бұл Қазақстанның басқа өңірінде болды ма. Бірақ біздің Шымкент қаламызда ондай жағдай орын алған жоқ. Дәл айтатын болсақ, біздің мектепте де ондай жағдай орын алған жоқ. Сіздерде де дәл солай ғой? Иә, бізде де дәл сондай, ондай ешқандай орын алған жоқ, ондай нәрселер болған жоқ. Ал енді өзіңізден маман ретінде сұрайын. Шын мәнісінде мектепті дезинфекциялау осы тұрақты түрде жүріп тұра ма? Негізі? Санитарлық, бас мемлекеттік санитарлық дәрігердің қаулысының негізінде соңғы шыққандарын, қазір пандемияға байланысты, жалпы басқа инфекцияларға, паразитарлық аурулардың алдын алу мақсатында мектептерде күрделі дезинфекциялар апта сайын жүргізіліп отыру керек. Бірақ ол тек демалысқа қарай, балалар жоқ кезде, ешкім жоқ кезде өткізіледі. Ал күнделікті ағымды жуу тазалау дезинфекциялар, мемлекет денсаулық сақтау министрлігі рұқсат берген дезинфекция заттар бар. Сол заттарды өзінің қолдану, даярлау әдісіменен инструкциясын нұсқамасына сай дайындап, күнделікті сүрту, жуу
істерін жүргізіп жатыр. Сіздерге ата-аналардан келіп түседі ма? Осындай мектепте оқитын еді балам. Бір партаға бір оқушы емес, екі оқушыдан отырып жатыр деген. Біздің телеарнаға кешелі бері осы тақырыпты көтереміз дегесін көптеген ата-аналар хабарласты. Әртүрлі мектептердің енді дәл қазір мен Жанат Тажиеваның өз болмағасын ол мектептердің номерлерін айтпай қойын, бірақ ата-аналар хабарласып айтып жатты. Бір партаға екі оқушыдан отырып жатыр, бір оқушыдан емес деп. Жалпы талап бойынша қандай? Талап бойынша негізі бір партада бір оқушыдан отыру керек, арақашықтық сақтап отырып, бірақ біздің қызметке ондай шағым әлі түскен жоқ. Талап бойынша арақашықтықты сақтап, жаңағы масканы кигізіп, антисептиктерін қолдандырғызып отырып, және бұрын үрдіс бойынша әр пән бойынша әр кабинеттерде балаларды оқытатын тұғын, оны қазір қаулы бойынша тоқтатылған. Тек қана жаңа шеберхана болсын, немесе еңбек сабағының несі кабинеттеріне ауысуға рұқсат етілген, дене шынықтыру залдарына. Жалпы карантиндік режимнің талаптарын сақтай отырып, іс-шаралар жүргізу талап етіліп отырады. Ал енді жаңа сіз айтқандай, ондай әлі шағым түскен жоқ. Одан қала берсе, қаулының бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің қаулысының негізінде мониторинг топ құрылған. Қазір білім беру басқармасымен және біздің санитарлық-эпидемиологиялық бақылау қызметінің мамандары әрбір мектепке, әрбір білім беру ордасына күнделікті мониторинг жүргізіп отырады. Карантин талап бойынша әр сыныпта қанша оқушыдан артық болмау керек? Талап бойынша бір оқушыға 2,5 метр алаң болады. Сол 2,5 метр алаңды есептеп, соған қарай баланың санын есептеп отырады. Сіздерде солай ма талап? Иә, біз мысалға былтырғы оқу жылында 142 сынып болатын болса, биылғы оқу жылында 40-қа жуық, 40-тан аса отырған сыныптарымызды азайтып, ата-аналармен түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, СЭС-тің талабына сәйкестеп, 30-дан аспайтындай етіп, 169 сынып болдық. 29 сыныпқа ұлғайды, бірақ бала былтырғы жылы 4702 бала болатын болса, биылғы 4553. Жан басында шаққанда қаржыландырудың үлкен жақсы әсері болып жатыр білім саласында. Жеке меншік әріптестік негізіндегі тегін жеке меншік мектептеріне балаларды ауысу, олардағы балаға деген жағдайдың жақсы жасалуы, күні бойында қосымша үйірме сабақтарға бір оқушыны күні бойында алып қалатын мүмкіндіктерін үгіттеп түсіндіре отырып жұмыс жүргізген нәтижесі. Кеше ғана ұлттық арнадан жаңалықтардан көрсетті. Алматы қаласында ковидке шалдыққан балалардың қатары көбейіп келеді дейді. Соңғы тәулікте дейді. Ал тіпті емделушілерді одан көп екен. Біздің 3-ші мегаполиске осы бір қауіп төніп тұрған жоқ па? Енді күнделікті тіркеліп болжам, алгоритм деген нәрсе бар ғой сіздерде? Енді болжам, алгоритм дейтін болсақ, біз бәріміз естіп отырмыз. Ғылыми әлемде 4-ші толқыны келеді деп болжап отыр. Денсаулық сақтау министрінің өзінің хабарынан да естіңіздер. Бірақ бүгінгі таңда біздің Шымкент қаласы тұрақты бір деңгейде тұрып тұр. Қызыл аймақтамыз, аурушаңдық тіркеліп жатыр. Босаңсиялықтың ешқандай бізде еркіндік жоқ. Балалар арасында да аурушаңдық тіркеліп жатыр. Тек айтарым, балалар арасында жаңағы бұл аурушаңдық ковид жеңіл түрде өтіп жатыр. Жаңа тұмау сияқты өтіп жатыр. Үлкендердің арасында көбінесе осложнение көп болып, пневмония болып, жаңағы жағдайлар ауырлап кетіп жатса, балалардың арасында аурушаңдық жеңіл түрде өтіп жатыр. Ең бастысы баланың иммунитетін жақсылап сақтау керек. Ең бастысы баланың иммунитетін жақсылап сақтап, дұрыс тамағын беріп, рационалды. Сосын тағы бір мәселе, әлгінде айтып отырсыз, тұмауға қарсы екпе салынады, осыны енді ана вакцинамен шатастырма үшін сіздер ата-анамен қалай байланыс жұмыс жасап жатсыздар ма, мектеппен мұғаліммен түсіндіру барысы? Жалпы медициналық қызмет, педагогикалық қызмет, осы вакциналар жасау барысында ата-аналарға жаңағы өзінің ерікті түрде келісімі деген болады, жазбаша түрде беретін. Сол келісімнің ішінде жазып береді, қандай вакцина жасайын деп жатқан. Бірақ әрбір ата-ана Қазақстан Республикасының азаматы ретінде ерікті түрде мектепке барып, егу жасайтын бөлмеге, баласын егу жасайтын кезде қасына тұруға құқылы. Бірақ мектепке ашық ашық бағдарламасымен статусы жасыл болып кіру керек. Басқа балаларға ауру жұқтырмау үшін. Баласына егу жасайтын кезде баласының жағдайын дәрігердің көргенін көреді. Өйткені ата-ана ғой, немесе заңды өкілі қасында тұру керек. Сосын кейін барып ерікті түрде беретін жазбаша келісімін беріп, қай вакцинаны салып жатқан дәрігер көріп болған екен, арнайы оқудан өткен, рұқсат алған медсестра вакцинаны жасайтын алдын флакондағы вакцинаны көрсетеді,
атын оқиды, затын оқиды, түсіндіріп айтады қандай вакцина екен. Одан кейін барып вакцинаны салады. Салғаннан кейін бірден бала кетіп қалмастан сол жерде 30 минут жаңа бақылауда болып отыру керек. Бұның әсері қандай болады балаларға? Кері әсерлері бар ма ауру тарапынан? Ыстық көтерілуі мүмкін деген секілді. Енді вакцина салғаннан кейін әрбір ағза өзі күреседі. Күрескен кезде жаңа дәрігер түсіндіріп айтады. Үйіне барғаннан кейін баланың дене қызуы көтеріліп жатса, салған жері қызарып жатса, міндетті түрде парацетамол беріп, бақылау, суды көбірек жылы су беріп, ал енді жаңа салған жерін поствакцинальное осложнение дейді жаңағы. Иә. Ондай жағдай болып жатса, дәрігерге бірден дәрігерге хабарласады. Бірақ 3 күн бойы бала шомылмайды, су тигізбейді, дұрыс ұйықтау керек, дұрыс тамақтану керек. Сол кезде баланың ағзасындағы иммунитеті бірқалыпты жоғары деңгейде қалыптасады. Алдағы жарты сағат бойында өздеріңізбен сұхбаттастық. Ата-ана, сізден сұрайын, ең маңыздысы, мектепке жіберуге балаңызға ешқандай қауіп жоқ қой, қорықпайсыз ғой? Енді көпшілікпен көрген ұлы той дейді ғой. Бізде енді амал жоқ болып тұр. Офлайн оқытқымыз келіп тұр. Бірақ енді балдар ауырып жатса, амал жоқ, ол баланың шамасы жоқ қой сабақ оқуға, дұрыс па? Сонымен бізде екі ойлымыз. Негізі біздің қалауымыз офлайн. Ал мұғалімдер, қадірменді ұстаздар, сіздер не айтасыздар? Ата-аналардың қаупін сейілткім келіп тұр. Жақсы сөз жарым ырыс дейді, қазақ атамыз айтады. Сондықтан да былтырғы оқу жылында мен бірден бір мектеп болдық, офлайн форматта 1 мен 11 сыныпты түгелдей дерлік 15 баладан аспайтындай топқа шақырып, кезең-кезеңімен аралас форматта. Кейбір пәндерді онлайнда қалдырсақ та, мысалға сурет, еңбек деген, музыка, ал негізгі пәндердің бәрін офлайн форматта оқыттық. Жыл бойында карантинге жабылмай оқып шықтық. Ал биылғы оқу жылында ата-аналарға үгіттеу жұмысын, түсіндіру жұмысын жақсы деңгейде жүргізгеннің арқасында 83% ата-аналарымыз вакцинациядан өтіпті. Ол деген сөз былтырғы оқу жылында орын алған кейбір оқушылардың, әсіресе жоғары сыныптан алтауы кездесі, оның бәрі үйінде ата-анадан жұқтырған. Демек ата-аналарға айттық, балаларыңыз тұрақты түрде карантинге шығып қалмай мектепте офлайн форматта оқысын десеңіз, өзіңіз вакцинадан өтіңіз деп. Енді мемлекетіміз вакцинаны ұсынып отыр. Былтырғы оқу жылында ондай жоқ еді. Соның өзінде оқыдық. Биылғы жылы ата-аналарға, азаматтарына айтып жатыр, вакцина алсаңыздар, ешқандай да қорықпайсыздар, қауіпсіз деп. Жұқтырған күннің өзінде де жеңіл формада өтіп кетіп жатыр ковид ауруы. Енді оны көріп отырғаннан кейін ол практикаға сүйеніп, саналы түрде өз денсаулығының плюс дейді ғой, оң жағына шешім қабылдаса дұрыс болар еді. Себебі бір күн бала келмей қалса сабаққа 5% ол пробел дейді. Баланың білмейтін пәндері көбейеді. Біз 10 күннен артық қалса, 60 сабақтан артық жіберсе, әкімшілік сотқа ата-ананы тартамыз мысалға. Балаңыз осынша күн себепсіз сабаққа келмеді деп. Ал енді онлайнда отырғанда ол баланың жауапкершілігіне, саналы түрде білім алуға деген құштарлығына байланысты болғандықтан, бала көбінде балалығын жасап, үйде онлайнда мұғалімнің қасындағыдай жоғары дәрежеде мүмкіндік болмайды бәрі. Рахмет дейміз студиямызға келгеніңізге. Біздің тікелей эфирімізде өз соңына таяды. Барлық ата-ана, сіздер ұстаз болсаңыз да ата-анасыздар, сондықтан да ата-анамен байланысты сіздердің тараптарыңыздан үлкен бір ата-аналарға жақсы бір насихат болсын дегіміз келеді. Шымкенттің бас дәрігері оқушыларға қатысты вакцина туралы қауесетке сенбеуге шақырады. Балаларға вакцина салынады екен деген қауесет халықты үрейлендіруде. Вакцинаның балаларға салынатынын растайтын ешқандай ресми құжат жоқ. Сондықтан мұндай аңыз ақпарат таратуды доғару керек. Оның барлығы халықты алаңдату мақсатында жасалып жатыр деп ойлаймын. Ал ағымдағы жылдың 15 қыркүйегінен бастап елімізде тұмауға қарсы екпе салдыру жұмыстары басталады. Бұл вакцина тұрғылықты мекен жайы бойынша келісім берген жағдайда қауіп-қатердегі тобындағы азаматтарға тегін салынады. Барлық қала тұрғындарын оқушыларды ковидке қарсы вакцина салынады деген қаңқу сөздерге сенбеуге шақырамын деді Бақытжан Пазилов. Қаланың бас дәрігері Шымкентте эпид ахуалдың тұрақтанғанын атап өтті. Әр бейсенбіде түскі уақытта. Келелі мәселелерді біз үнемі қозғайтын боламыз. Сіз де келіп қонақ болыңыз.